Оқуға құштар мектеп бағдарламасы аясында іс-шаралар өткізіліп жатыр. Осы іс-шараның барысында 9 А сынып оқушыларына Мұхтар Әуезовтің 10 А сынып оқушыларына Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күні атты әңгімесін берген. Осы кітапты ең бірінші бастаған 10 А сынып оқушысы Әлихан Жәнеке. Осы кітап бойынша өзінің кішкене мағлұмат беріп кетіп, осы кітапты барлығымыз оқып шығуымыз керек балалар. Сондықтан қазір осы сыныптағы бір оқушыға ұсынады. Ол оқушы өзі кітапты ала отырып, осы кітапты оқып, өз ойымды сыныптастарыма жеткіземін деген тілегін білдіріп кетсін. Жарай ма? 10 А сынып оқушысы Әлихан Жәнеке оқуға құштар бағдарламасы бойынша мен оқыдым, сен де оқы бағдарламасының іске асыру арқылы Мұхтар Әуезовтің Қорғансыздың күні әңгімесін оқыдым. Бұл әңгімеде түсінгенім қорғансыз қалған Ғазизаның әңгімесі, өмірі. Неге Қорғансыздың күні деп аталды деп ойлайсың бұл әңгімені? Себебі оның әкесі, інісі қайтыс болды, олардың асыраушылары. Олардың отбасының асыраушысы әкесінің інісінің қайтыс болуына байланысты қойылды. Өйткені әжесі қартаң кісі, анасы екі бірдей ауыр қайғыны көтере алмай, екі көзі соқыр болып қалды. Ғазиза небәрі 13 жаста. Бар ауыртпашылық соның мойнына түсті. Ғазизаның жас енді ғана өсіп келе жатқан талшықтай жас қыздың мойнына бір отбасының ауыр тауқыметі түсті. Бұл тауқыметті көтеру үшін оған күш қуат, ақыл ой қосатын кім еді? Анасы еді. Анасын қарап отырса, екі көзден айырылып, жаңағы мүгедек болып қалды. Жұмысқа жарамсыз. Екі әжесі мен анасын бағып, сол үйді асырау Ғазизаның мойнына түскен. Осы кітапты оқи отырып, мен 10 А сынып оқушысы едім, Мұхтар Әуезовтің Көксерек повесін оқыдым. Бұл повесте менің түсінгенім кішкентай баланың жан-жануарларға деген махаббаты, оның орманнан келген айдаладағы жыртқыш қасқырға деген махаббаты, ауыл тұрғындарының, ел жұрттың қатты ауыр сөздеріне қарамай, ол Құрмаш өзі қасқырды ер жеткенше бағып қамып өсіреді. Және де осы күнге дейін оның қанша жасаған болыстарына да қарамастан өзінің итіндей көріп, жақсы көріп бағалайды. Бірақ та бұл оқиғаның соңында жақсылық болып кетпейді. Себебі орман жануары, жыртқыш аң ешқашан адамның қолына көнбейді. Себебі қасқыр жыртқыштың аты жыртқыш. Ақыр соңында Құрмаштың өзіне таяқ болып келеді. сөйтіп өзі бағып қаққан Көксеректен ажал құшады. Оқушы Әуезов Диана осы Мұхтар Әуезовтың кітабын оқып, өзімнің сыныптастарыма ойыммен бөлісемін.